Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше жұлдызды ши құрағын үйретемін. Ол үшін бізге ең бірінші қажет құрағымызға құрақ көзі. Құрақ көзі 3 сантиметрден, осы жасыл түсімізден 16 штук құрақ көзі қажет, және 3 сантиметрден сары мата жолағымыз және қою көк мата жолағымыз қажет құрағымызға. Міне жасыл түсімізге ең бірінші сары түсімізді 4 жағында сары түсімізбен тігеміз. Міндетті түрде материалдың түгін тексеріп аласыздар. Жазып тұру керек. Құрақ бастарда міндетті түрде закрепка бересіздер. Міне, жасыл құрақ көзінен бір қатарды айналдырып шықтым. Осылай 4 қатарды айналдырып шығамыз. Міне сары шашымызды тігіп шықтық. Енді осыдан 4 шашы қажет. Міне 4 шашымызды дайындап алдық. Енді келесі құрақты құрамыз. Екінші құрағымызды сары мен қою көкпен тігеміз. Құрақ көзінің мына қабырғасына және мына қабырғасына сары түсімізді тігеміз. Енді мына қабырғасына қою көк түсімізді тігеміз. Бұның да түгін тексеріп аламыз. Міне бір шаршымызды дайындап алдық. Осылай 4 қатар, мына қабырғасын айналдырып тігіп шықтық. Енді осылай 4 қатар қылып, мынадай қылып тігіп шығамыз бұны. Сары мен қою көкпен. Міне сары мен темный көктен бір шаршымыз дайын болды. Енді осыдан бізге 12 шаршы қажет. Міне 12 шаршымыз дайын болды.
міне құрағымыздың беті мындай, асты мындай болады. Енді құрағымызды құрамыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары, енді осыларды біріктірем. Міне алғашқы қатарымыз осындай болды. Міне құрағымыздың екінші қатары, енді осыларды біріктірем. Шатысып қалмаңыздар. Міне екінші қатар осындай. Бірінші алғашқы қатар қосамын. Міне екі қатары осындай болды. Міне үшінші қатарымыз осындай болды. Енді осыны біріктірем. Міне құрағымыздың үшінші қатары. Енді осыларды біріктірем. Міне біріктірдік. Осындай болды. Енді төртінші қатарымды құрамын. Міне соңғы қатарымыз, төртінші қатарымыз, енді осыларды біріктірем. Міне құрағымыздың төртінші қатарын тігіп қойдық. Енді мына құрағымызға осылай қылып тігіп шығам. Міне төртінші қатарын қосып шықтық. Осындай болып шықты. Оның өлшемі 55-55. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.